Саламатсыздарбы құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біздің соңғы сабағымыз, көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Презентация барлықтарыңызға көрініп тұр ма, оқушылар? Жақсы. Сабағымыздың мақсаты жазылым 4. Түрлі жағдаятқа сай өз ойын креативті жазу. Мақсатқа қол жеткізу үшін қандай тапсырма орындаймыз екен? Дұрыс айтасыздар, жазылым жұмысы. Оқушылар, бүгін хат жазатын боламыз. Бағалау критериймен таныстырсам сіздерді. Жағдаятқа сай мәтін жазады, ойын креативті жеткізе алады. Сіздерге сабақ мақсаты мен бағалау критерийі түсінікті ме, оқушылар? Жақсы, рахмет. Жақсы балалар, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Енді жазылым тапсырмасына келейік. Алдарыңыздағы презентацияға қарайтын болсаңыздар, RAF стратегиясы тұр, яғни роль оқушы, аудитория Алматы қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі, формасы хат, тақырыбы тілек айту, алғыс білдіру. Яғни еліміздегі төтенше жағдайлар әлі де жалғасып жатқандықтан, сіздер мектептеріңізді, сыныптастарыңызды, ұстаздарыңызды сағынды деп ойлаймын. Сондықтан сол сағыныштарыңызды білдіріп, 5 минут көлемінде өздеріңіздің хаттарыңызды жазуды бастасаңыздар. Біз Алматы қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің түлектері. Ең алдымен Назарбаев зияткерлік мектептерінің дербес білім беру ұйымының басқарма төрайымы Шамшидинова Күләш Нағатайқызына және мектеп әкімшілігіне алғыс білдіргіміз келеді. Елімізде орын алып отырған төтенше жағдайларға байланысты қашықтықта оқыту кезінде аса шыдамдылық танытып отырған біздің ұстаздарымыз бен оқушыларымызға алғысымызды білдіреміз. Осы жағдайға қарамастан бізбен бірге тығыз байланыста болған кураторларымыз бен пән мұғалімдерінің де сіңірген еңбегі орасан зор. Бұл бейнероликке түрткі болған ой қазақ тілі және әдебиет пәнінде ұстаздарымыздың ұсынған RAF стратегиясы бойынша берілген хат болатын. Осы хаттың қысқаша мазмұнын бейнеролик арқылы жеткізуді ұйғардық. Уақыт деген ғажап құбылыс. Кеше ғана мектеп табалдырығын алғаш аттаған балауса жеткіншектердің қатарында болсам, бүгін қанаты қатайған, өмір сапарына дайын, әп сәтте ұшып кететін түлектердің бірі болдым. Алайда, ұшар алдында жүрегіме мөрдей басылған аяулы мектебімді қимай отырғанымды түсіндім. Тарыдай болып кіргенде, таудай болып шығарған ұстаздарыма, мектептің әр күнін ұмытылмас естелікке айналдырған достарыма алғысым шексіз. Рахмет саған, алтын ұя мектебім. Маңызы бар реакциялармен таныстырып, университет деңгейінде білімді бізге сіңдіріп, және сұрақтарға жауап іздеуді үйреткендеріңіз үшін мың алғыс. Және сонымен қатар осындай үлкен өмірге үлес қосып, химия деген пәнді үйреткендеріңізге үлкен рахмет. Құрметті биология кафедрасының барша ұстаздары, сіздердің арқаларыңызда біз тіршілік әлеміне саяхат жасап, ол туралы көп ақпарат білдік. Сіздер оқушыларға әрбір сабақты қызықты, креативті, әрі оңай түрде түсіндіріп, біздің биологияға деген қызығушылығымызды одан әрі арттыра түскендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Құрметті орыс тілі кафедрасының мұғалімдері, сіздер біз Назарбаев зияткерлік мектебінің табалдырығын аттағалы бері бізге бар білімдеріңізді беріп, білімнәрмен сусындаттыңыздар. Орыс тілі сабағында тек қана грамматика үйреніп қана қоймай, әлем әдебиетімен таныстық. Әр баламен жеке жұмыстың және де ортақ еңбегіміздің арқасында жақсы нәтижеге қол жеткізе алдық. Адам даңқ пен абыройға жетуіне бір адамға қарыздар, ол ұстаз демекші. Бітіруші түлектердің осы тілді жақсы меңгеріп, орыс тілде еркін сөйлеуі сіздердің еңбектеріңіздің жемісі. Мектептің әрбір түлегінің сіздерге деген алғысы шексіз. Қосып алып бөліп тағы көбейткен, шаршы ауданын тауып санды теңейткен. Пифагор мен Фалестен бастау алып, синус пенен косинусқа біздер еткен құрметті математика кафедрасының ұстаздары. Математикалық дағдыларыңызбен қоса тәлім тәрбиеге, алғырлыққа және де математикалық сауаттылыққа үйреткендеріңіз үшін алғысымыз шексіз. Қымбатты да қадірлі физика пәнінің ұстаздары, сонау ауыртпашылығы мен жауапкершілігі мол кәсіпті атқарып жүргендеріңізге мыңда бір алғыс білдіреміз. Физика сабақтары әрқашанда қызыққа толы әрі пайдалы өтеді. Әрбір оқушыға ерекше көңіл бөліп, қамқорлық таныттыңыздар.
мектеп бітіруші жас түлектердің физика сабағын жақсы меңгеріп, сіңірген еңбектеріңіз әрбір оқушының жүрегінде мәңгіге қалмақ. 12 сынып оқушылары қазақ тілі кафедрасына ерекше алғысын білдіреді. Абай мен Мұхтар сөйлеген тілдің терең мағынасын ұқтырып, сөз маржанын дарытып, тілдерімізге өң бергендеріңіз үшін басымызды иеміз. Біз сіздерге әрқашанда қарыздармыз. Терең әрі тұнықта HTML танытқан, кірген кезде сыныпқа ноутбукты алғызған информатика кафедрасының мүшелеріне мың алғыс. Өнерлінің жаны толған шер еді. Қаламның ұшы қара бояу қорегі. Аяулы өнер кафедрасының мүшелері. Батигім менің есте қалар енді. Абай атамыз айтқанда, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға демекші, бізге 8 және 12 сынып аралығында ақыл, білім, тәлім тәрбиені бойымызға сіңірген ағылшын тілінің ұлағатты ұстаздарына алғысым шексіз. Спорт сенің серігін, жанға дауа, қолға күш, сергітетін адамды қимыл менен қозғалысы дей отыра, дене шынықтыру кафедрасының барлық мұғалімдеріне денемізді шымыр ұстануға мүмкіндік бергендеріңіз үшін 12 сынып оқушылары атынан шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Өз алғысымды алғашқы әскери дайындық сабағынан беретін жалғыз ғана мұғалім Батыршаев Қуаныш ағайға алғысымды білдіргім келіп тұр. Алматы қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің психологтар қауымына шын жүректен алғыс білдіргім келеді. Осы мектепте өткізген 5 жылымыздың әрбір сәтінде қолдау көрсетіп, кеңестерін білдіріп, адам шабыттандыратын сөздерін айтып, әрқашанда жанымызда жүргендер үшін үлкен рахмет айтқым келеді. Әлемнің негізі ғылымдардың ғылымы және де тіршіліктің ең басты нышаны ол химия. Осы орайда құрметті де ардақты химия пән ұстаздары кафедрасы. Химия әлеміне аяқ аттағалы бері бізге берген білімдеріңізге, орасан зор еңбектеріңізге және де ең бастысы бізге деген сенімдеріңіздің өшпегеніне барша түлектер атынан мыңда бір алғыс айтамыз. Мен біздің мектебіміздің кураторларына мыңда бір алғыс айтқым келеді. Себебі осы біздің кураторларымыз бізге әрқашанда қандай да қиын жағдай болмасын көмектесіп, біздің мектебіміздегі тәртіптің сақшылары болып келеді. Шексіз білім теңізіне жол ашатын барлық кітапхана қызметкерлеріне мыңда бір алғысымды жеткіземін. Әлемде көптеген ардақты да құрметті мамандықтар бар. Соның бірі дәрігерлер. Алдына барған оқушыларға мектеп дәрігерлері өз мейірімін төгіп, емдеп, өз ақыл кеңестерін береді. Осындай мектептің ақ-халатты абзал жандарына мың алғысымызды айтамыз. Құрметті Назарбаев зияткерлік мектебінің асхана жұмысшылары. Барша 12 сынып оқушыларының атынан сіздердің зор еңбектеріңіз үшін және сүйіспеншілікпен дайындалған 5 уақыт тағамдарыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіргіміз келіп тұр. Жатақханадағы оқушыларға тәлім беріп жүрген тәрбиешілер мен осындай мүмкіндіктерге ие болып жүрген барлық жатақхана қызметкерлеріне мың алғысымды айтамын. Осы видео арқылы мен мектеп тазалаушыларына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осы кісілердің арқасында біз мектепте тазалықта және де қолайлы жағдайда білім алдық. Көп рахмет. Біздің мектептің күзетшілер қауымына мың алғысымды білдіргім келеді. Себебі сіздердің арқаларыңызда біз, оқушылар, өзімізді мектепте қауіпсіздікте сезіндік. Рахмет. Құрметті мектеп бітіруші түлектер, адамның өмірінде есте кетпес сәттердің бірі мектеп қабырғасынан түлеп ұшып қияға қанат қағатын кез. Алған білімді сарқи жұмсап, егеменді ел үшін еңбек ете біліңдер. Сіздерге болашақта тілейтінім, қайда жүрсек те, қайда болсақ та бір-бірімізді ұмытпайық. Алдағы сәтте сендерге тек қана сәттілік жар болсын. Құрметті ұстаздар, мектеп басшылығы және де басқа да білім ошағының ұжымы. Біз оқушылар, сіздерге деген алғысымыз шексіз. Бізді білімге құштарлық, өзгеге сыйластық пен өз ісіңе және еліңе деген махаббатқа, еңбекке баулығандарыңызға үлкен рахмет. Тұмсықтының тамағы шоқуменен табылар, өнер білім дегенің оқуменен табылар деп қазақ халқының ұлы педагогы Ыбырай Алтынсариннің айтуынша, сіздерде жүріп, бізге алаңсыз, уайымсыз, сапалы білім алуымызға зор үлестеріңізді қостыңыздар. Жай оқушыларды емес, еліміздің ертеңгі қаһармандары, зияткер азаматтарды тәрбиелеп өсірдіңіздер. Біздің бүгінгі бар білгеніміз, жетістіктеріміз барлығы да сіздердің арқаларыңыз. Сіздер төккен терлеріңіз және де еңбектеріңіз міндетті түрде ақталады. Себебі сіздер жарқын болашақ кілтінің иелеріне тәлімгер болдыңыздар.
90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Сіздердің еңбектеріңіз және де барлық жасаған іс-шараларыңыз отанымыздың болашағының іргетасын қалап, мемлекет дамуына үлкен септігін тигізеді. Біз сіздердің сенімдеріңізді ақтап, рухымызды көкке ту етіп желбіретіп, көрсеткен бағыт-бағдарларыңызбен жүреміз. Сіздер әрдайым біздің жүрегімізде ерекше орын аласыздар.